Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге оңай жасалынатын шақшақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек 3 жұмыртқа, 1 қасық сода, тұз, 1 қасық жақсылап араластырып, қаттылау қамыр илейміз. Негізі 5-ші айына үйде күнделікті балдарға жегенге істеп берсеңіздер, тез-ақ 10 минуттың ішінде дайындалатын тәттінің бір түрі. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Төртбұрыш қылып кесіп аламыз. Енді сіздер қалауларыңызға қарай әртүрлі қылып кессеңіздер болады. Қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Піскен шақшағымызды сгущенкамен араластырып, дастарханға қойсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Біздің шақшағымыз дайын. Сіздер де балдарыңызды қуантып жасап беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Салтанат. Маған тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.